Табиғат адамзаттың ең алғашқы үйі, ең адал досы. Ежелгі уақытта табиғаттың көрінісі ерекше әсем әрі таза болған. Ормандар қалың, өзен-көлдер мөлдір, ауасы таза еді. Адамдар табиғатпен үйлесімде өмір сүріп, оның байлығын құрметтеп пайдаланған. Жануарлар еркін тіршілік етіп, өсімдіктер жайқалып өсетін. Табиғат сол кезде адамға тек қуаныш пен тыныштық сыйлайтын. Уақыт өте келе, адамзаттың өмір салты өзгерді. Қалалар көбейді, зауыттар мен фабрикалар салынды. Технология дамыған сайын табиғатқа түсетін салмақ тартты. Кейбір ормандар кесіліп, өзендер ластанып, жануарлардың саны азая бастады. Ауа бұрынғыдай таза болмай, табиғаттың әсемдігі біртіндеп өзгерді. Бұл табиғаттың кейінгі бейнесі еді. Мен қалдықтан бұйым жасау, табиғатты қорғаудың және шығармашылықты дамытудың өте пайдалы жолы деп санаймын. Күнделікті өмірде қолданылған пластик бөтелкелер, қағаздар, қораптар мен басқа да қалдықтарды бірден тастамай, олардан әдемі әрі пайдалы бұйымдар жасауға болады. Бұл арқылы біз қоршаған ортаны ластамай, қалдықтардың санын азайтуға көмектесеміз. Қолдан жасалған бұйымдар адамның қиялы мен еңбегінің нәтижесін көрсетеді. Мысалы, пластик бөтелкеден гүл құмырасын, қағаздан әсем әшекейлер немесе қораптан түрлі ойыншықтар жасауға болады. Мұндай жұмыстар адамды ұқыптылыққа, еңбекқорлыққа және табиғатты аялауға үйретеді. Сондықтан мен барша адамдарды қалдықтарды қайта пайдаланып, одан әдемі әрі пайдалы заттар жасауға шақырамын. Бұл табиғатты қорғауға қосқан кішкентай ғана маңызды болса да үлесіміз. Біз қажетсіз болып көрінетін заттарды қайта пайдалану арқылы қоршаған ортаны таза ұстап, пайдалы әрі әдемі бұйымдар жасай аламыз. Әр адам табиғатты қорғауға өз үлесін қосуы керек. Таза болса табиғат, аман болар адамзат деген мақал осының дәлелі. Тараз қаласы номері 47-ші орта мектебінің 8-ші В сынып оқушысы Усербаев Абылаймен болады. Табиғатты аяла акциясы бойынша менің таңдаған тақырыбым қалдыққа жаңа өмір беру. Қалдыққа жаңа өмір беру бұл қоршаған ортаны қорғауға бағытталған маңызды әрекет. Мен осы жасалған бұйымдарым мектепке жасалған сыйым болды. Қалдыққа жаңа өмір беру табиғатты қорғаудың тиімді жолы. Егер әрқайсымыз осыны әдетке айналдырсақ, жеріміз таза әрі әдемі болады. Табиғатты аялайық адамзат.